Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Бірлесу еңбек ауылы, Бірлесу еңбек орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ибрагимова Фачик Раубековна. Сынып 4. Пәні әдебиеттік оқу. Ортақ тақырып ғарышқа саяхат. Тақырыбы Байқоңыр, Сырбай Мәуленов. Сабағымның мақсаты: бірінші, 4-2-1-1 шығарманы дауыстап түсініп рөлге бөліп, мәнерлеп оқу, теріп оқу, шапшаң оқу. Екінші мақсатым: 4-2-9-1 түрлі дерек көздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау, және себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. 4-3-2-1 таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосу, жаңа сюжеттер енгізу, өлең жолын жазу. Бағалау критерийлері: мәтінді мәнерлеп түсініп оқып, мазмұнын талдайды. Мәтін мазмұнын өз сөздері арқылы түсіндіреді. Тақырыпқа қатысты жарнама жасайды. Үй тапсырмасын тексеру: бүгінгі заманда ұшақтар, тікұшақтар болмаса, адамдар үшін қандай қиындықтар туады? Ғарыш туралы не білеміз? Жаңа сабағымызды бастамас бұрын орында айдарын орындайық. Байқоңыр сөзін сипатта: ғарыш айлағы, Қазақстан, адамзат, зымыран сөздерін пайдаланып, суретке қарап, Байқоңыр сөзін сипаттап жазамыз. Жаңа ақпаратпен жұмыс. Байқоңыр өлеңін мәнерлеп оқимыз. Байқоңыр: күтіп күнін жаңа бір, көп сарғайып шөл жатты, Байқоңырдан корабль жұлдыздарға жол тартты. 20 миллион ат күші от дауылды сапырды, зымыранның ақ түсі найзағайдай атылды. Бұлтты жарып бұрқанып, күн шыққандай шығыстан, көкке тура шырқады, бұрқырады күміс шаң. Дала билеп аспанды, түсті көкке жарығы, Байқоңырдан басталды жаңа ғарыш дәуірі. Сырбай Мәуленов. Өлеңді балалар тыңдай отырып, өлеңде Байқоңыр ғарыш айлағы туралы айтылғанын біліп отырмыз. Сөздікпен жұмыс. Балалар, мәтінді, өлеңді біз мәнерлеп оқып отырып, түсініп оқи отырып, бізге түсініксіз сөздерді көріп отырмыз. Ат күші бұл жерде зымыранның қуатын білдіреді. Қосымша ақпаратты толықтыру. Өлеңнің авторы Сырбай Мәуленов. Сырбай Мәуленов 1922 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Ол соғыста өткен өзінің жастық шағы туралы «Мың қолдар сау болсын» деген өлеңінде «Мың гүлдер солмасын деп, гүлдей жастық күнімді бердім» деп жырлайды. Біз бұл өлең жолдары арқылы Сырбай Мәуленов ағамыздың жастық шағы соғыс кездерінде өткенін білеміз. Осы мәтінмен жұмыс жасай отырып, анықта айдарында біз өлеңнен теңеу, эпитет сөздерді табамыз. Келесі тапсырмамыз Байқоңыр сөзіне 5 жолды өлең құрастыру. Бірінші, зат есім 1 сөз. Екінші, сын есім 2 сөз. Үшінші, етістік 3 сөз. Төртінші, 4 сөзден тұратын сөйлем құраймыз. Бесінші, синоним сөз, яғни мәнде сөзді тауып жазамыз. Дескриптор: өлеңді оқып, ақпаратпен танысады, сұрақтарға жауап береді. Өлең 4 жолды өлең жазады. Білгенге маржан айдары. Біз ғарышқа сапар, ғарыш туралы мәтін өтіп жатқандықтан, білгенге маржан айдары бойынша жұмыс жасаймыз. Байқоңыр ғарыш айлағы 1955 жылы салына бастады.
Ол Қызылорда облысының Төретам ауылына жақын жерде орналасқан. Ең алғашқы жасанды жер серік, ең алғашқы адамзат баласының ғарышқа жолы осы Байқоңырдан басталды. Сондықтан Байқоңыр жұлдызды қала деп аталып кетті. Балалар, біз тыңлап отырсақ, бұл Байқоңыр ғарыш айлағы еліміздің мақтанышы болып есептелінеді. Қиялға ерік бер әдісі. Бәріңе сіздерді ғарыш кемемен саяхаттауға шақырамыз. Өзіңізбен бірге кімді, нені алып жүретініңізді алдын ала тізімде көрсетіңіз. Кезекке жазылыңыздар. Жұлдызды қала ұшу айлағы. Біз бұл тапсырмада қиялымызға ерік беріп, ғарышқа өзімізбен бірге кімді, қандай затты, нені алып жүретініміз жайлы тізім құрастыруымызға болады. Дескрипторын қажетті ақпаратты түсінеді, жаңа кейіпкер қосады. Қорытындылайдары. Байқоңыр ғарыш айлағы туралы қайдан оқып білуге болады? Байқоңыр ғарыш айлағы туралы біздің бұған дейінгі де түсініктеріміз бар. Енді осы түсініктерімізді басқа да ақпарат көздерінен тауып, түсінігімізді одан ары тереңдете түсеміз. Үй тапсырмасы. YouTube желісінен берілген сілтеме бойынша бейнебаянды көріп, түйіндеп өз ойымызды айтуға тырысамыз. Үйге Сырбай Мәуленовтың Байқоңыр өлеңінің ұнаған шумағын жаттап аламыз. Сабақ ұнаса лайк басамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.